Жайдарман, жаңару маусымы. Бар жанарды жаулаған Жайдарман ашық. Кеш жарық түрлі түстіле! Сіздердің алдарыңызда бірдей болу үшін форманы қажет етпейтін Жайдармандағы жалғыз құрама. Негізі біздер өте ақ көңілміз. Неге сен сөзіңді бөле бересің? Қазақта үлкен тұрып, кіші сөйлегеннен без дейді. Ол қазақтарда ғой, Сенегалда ондай жоқ. Достар! Не деген сөзге түсінбейтін адамсың? Сөсе дауласпаңдар. Алдымен өзімізді таныстырып өтейік. Халық көрсін, білсін кім екенімізді. Ары қарай көре жатармыз. Қара бала дұрыс айтады. Жарайды достар, барлығының көкейіндегі бір сұраққа жауап беріп кетейік. Бізді бұл жаққа алып келген күлкі терапиядағы Самат емес. Жоқ. Біз бұл жаққа Қазақстан халық ассамблеяның қолдауымен келдік. Себебі біздің құрама әр ұлт өкілдерінен құралған. Мысалы, Мен Патрик, Алжирдан. Самуэль, Эфиопиядан. Марселен, Малидан. Мен Али, Жетісайдан. Жайдарман ол жайдары, жарқын жастардың ойыны. Сондықтан тобымыз жарқын болу үшін экзотика болсын деп бір қазақ балан қосылған болатынбыз. Қарсы алайық, арпа ішінде бір бидай. Атпағым, сендей жанды таппағым, аралайық ел бірге. Мә, сенің ұсты басын кәдімгідей ассамблея сияқты ғой. Кеш жарық достар, мерекелеріңізбен негіз жігіттер арпа ішінде бір бидай деп бізде қыздарға қатысты айтады. Ренжімесің. Бізде Эфиопияда ондай мақалды көп айтпайды. Жалпы Эфиопияда қазақша мақалды көп айтпайды. Жарайды жігіттер, командамыздың қалған мүшелері қайда? Сат жібердік. Сат жібердік. Бұл әзілді басқа топтар айтса күлкілі, ал біздің топ айтса қорқынышты. Сол үшін әзілдеме олай сен. Жоқ, шынымен сат жібердік. Кеше Астана футбол тобына 2 шабуылшы керек болды. Соларға сат жібердік. Екеуі сонда, ал біреуі қайда? Анау Килиманджаро квартет болайын деп жатыр. Біреу сонда жүр. Негізі біз маусымға былтыр келіміз келген. Бірақ біздің топ үшін тарих маусымына келгеніміз этникалық тұрғыдан ыңғайсыз болады деп шештік. Демеуші болмады. Жігіттер, бұл маусым ашар, бұл жерде көзге түсу үшін ерекшеленуіміз керек. Онда маусым ашарға жылда келіп тұрамыз. Жоқ, олай емес. Өз өнерімізбен. Кім не істей алады? Мысалға мен домбыра тарта аламын. Ол таңғалатындай зат емес. Сол сөзді көзіме қарап айтшы сен. Таңғалатындай зат екен. Не тартасың? Маңғыстауға барсаң, ат мінгізетін күйді тартам. Адай ма? Тарт жал. Жарайсың, керемет. Бұны қайдан үйреніп жүрсің? Қазақпын ғой. Сен қазақ? Біле білсең, нағыз қазақтар өздері қара, көздері көк болатын. Жоқ, олай емес. Нағыз қазақ өзі сары, көзі көк. Ондай қазақты көрмеппін. Көрсетші қане. Міне. Атпағым, сендей жанды таппағым, аралайық ел бірге, сезім бақтарына. Атпағым, сендей жанды таппағым, аралайық ел бірге. Қымбат достар, осы сәтті есте сақтап қалыңыздар. Бір сәтте, бір сахнада қазақтың сары домалақ, қара домалақ балалары. Қазақтың қара домалақ балаларынан құралған жарастың командасы Қазақстан Халқы Ассамблеясына өз алғыстарын білдіреді. Кеш жарық достар!
Жайдарманның жанкүйерлерінен жас таланттарын таныстыратын жаңғыру маусымашарына қош келдіңіздер. Бүгін екінші бөлім, жаңа есімдер, ескі таныстар, ендеше жол болсын, біз бастаймыз. Жайдарман мамандық таңдамайды, жаңа маусымға үлкен үмітпен, құлақтарыңызға жылы, көздеріңізге таныс, бизнесмендер Алматы. 함께 댄스 Бұл маусым біздің маусым дегенде 4-ші маусым айтып келе жатқан бизнесменде. Жаңару маусымы. Бірден жаңару сөзінің мағынасын түсініп алайық. Жаңару. Жаңару дегеніміз компьютерді қосатын үлкен кнопканың астында тұрған кішкентай кнопка. Біздің команда Жайдарманның маусымдары сияқты алдарыңызда тарих маусымы және жаңару маусымы. Астаналықтарға түсінікті болу үшін есілдің оң жақ бөлігі және сол жақ бөлігі. Бірден таныстыра кетейін. Колледжіміздің атын және өзінің түрін Қазақстан телеарнасына паш етуге келген біздің демеуші. Жігіттер, бірден сендерге ақша бөлдім ба? Жоқ! Қайда қойдым? Барселонаға қойып тастаған шығарсыз. Міне жігіттер, мынау сендердің тамақтарың ақшасы. Сіздер ойлайтын шығарсыздар бізді бай, шын бизнесменнің балалары деп. Шын мәнінде? Біз байымыз. Ойынымыздың басын қаржы полициясы келіп қалғандағы базарда тұратын тәтелердің сөзімен бастаймыз. Жиналамыз. Кетті! жаңа маусымда жаңа туфли, жаңа жейді, бәрі жаңаша, бәрі тамаша. Жаңа маусымда Сонымен алдарыңызда өте ерекше топ Dance Transcript қарсы алыңыздар. Жігіттер, топтың ерекшелігі қандай? Ерекшелігіміз біз кез келген әнді билеп көрсете аламыз. Мысалы, жақсы. қандай ән? Білмедім. Көрсетейік. Керемет. Тағы бір ән, ол өте ерекше. Мынаның би ерекше екен, бірақ әнді таба алмадым. Кеттік. Енді соңғы ән. Мынау енді бір әскери патриоттық ән болды ғой бір. Жоқ, сіз қателесесіз. Сіздермен болған Dance Transcript, рахмет. Біз сәуір айында міндетті түрде Астанаға ораламыз. Себебі біз Есіл өзеніне тиын лақтырып кеттік. Процентпен. Ойын соңында рахмет. Бәрекелді. Бизнесмендер командасы Алматы мемлекеттік бизнес колледжі басшылығына алғыстарын білдіреді. Жаңа буын үлкен үміт, жарқын болашақ. Жайдарманға келген мектеп оқушыларына осы теңеу сәтті келетін сияқты. Аты да, әзілдері де тәтті. Апамның ыстық бауырсақтары Семей. Алдарыңызда түнге дейін қыдырмайтын киноны ятсыз жері бұлай көретін оқушылар. Олай болса, Қазақстан демографиясын көтеруді мүлде ойламайтын оқушылар. Біз білеміз.
Иә, біз негізі оқушылар көп нәрсені түсінбейміз. Мысалға тойда асабалар бізді запчастар дей береді. Неге? Иә. Біз мектепте шуласақ, мұғалімдер, неге шулайсыңдар, бала болып кеттіңдер ма деді. Сонда біз кімбіз? Иә, мектеп демекші, негізі ең алғашқы махаббат мектептен басталады, иә? Жарайды, мән. Өз жүрегін өзі жаралап, ақымақ. Олай болса моншаға әлі ата-аналармен түсетін оқушылар біз Бәрі айтады, қазіргі жастарды түсінбейсін деп, сонымен көрейік көшеде болған оқиға. Көмектесетін бар ма? Көмектес. Қазды жастар, үлкенді сыйлау, көмектесу дегенді білмейді, ұятсыздар. Мұздай қақпасталды далада. Апа өтіп келе жатыр есік алдында. Сол апа бір уақытта құлады. Ол апаға ешкім көмек бере алмады. Өйткені ол адамда тас жүрек. Ұрпаққа олар қалай тәрбие бермек? Құлайын деп жатса біреу. Ойда ешкімге көмектеспеу. Бұрынғы заман бүгінгі ден күшті, бірақ бұрынғы заман тәрбиесі қолғанышты. Рахмет балам, сен ғана мені түсінеді екенсің. Көмектесші. Апа, ренжімеңіз, мен бірақ таза рэп оқимын, рэп. Тойда ата-аналарын сырттай бақылап тұрған балалары. Жалғас, сен әкең ұрттабасы қатырады. Иә, қатырады. Енді нәрсе, мама бояны олса, әпәден бұл кетеді екен ғой. Жоға, ол мен әжем емес пе? Ойбай. Азат, сен әкең тойға әдей кеш келді, е? Бет ашырақ ақша салмашы. ақ таңдарда көңіл таңдай ақ болғанда бол жаны. Менің әкем төбелес бастады, давай әкем! Өмірде үш нәрсе қайтып келмейді. Ол айтылған сөз, атылған оқ және де балалық шақ. Балалық шағымызды бағалайық. Сіздермен бірге болған нөмір 35-ші мектеп апамыздық. Бауырсақтары Жайдарма тобы. Апамның ыстық бауырсақтары командасы Семей қаласы нөмірі 35-ші мектеп басшылығына алғыстарын білдіреді. Жайдарман бірінші кезек өнер болса, екінші кезек еске алатын нәрсе жол. Кең байтақ еліміздің түкпір-түкпірінен ағылған жастар шойын жолдың қадірін жақсы біледі. Ал келесі топ барлығынан жақсы түсініп, таныстырып береді деген үміттеміз. Қазақстан темір жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы қтж.kz Астана. Түсімде көремін сені жарығым, өңімде кезіктің күлімде. Сәлем фестиваль. Темір жол еліміздің қан тамырлары. Біз сол қан тамырларының ішіндегі лейкоциттерміз, яғни жол серіктер. Көбісіңіз ойлайсыздар, жол серіктердің бәрі мынандай деп. Бірақ сіздер білмейсіздер, осыдан 2 жыл бұрын жұмысқа тұрмай тұрғанда ол мынандай болған міне. Негізі темір жол жайында сіздер көп нәрсені білмейсіздер. Мысалға, мынаны тартсаңыздар, неше теңге төлейтінін білмейсіздер.
вагонның ішіне кранның суын не үшін ішуге болмайтынын білмейсіздер. Ішіп отқан шайларымыздың суы қайнаған ба, қайнамаған ба, оны да білмейсіздер. Оның бәрін былай қарап тұрайықшы. Тіпті телефон зарядтауға 200 теңге не үшін беретіндеріңізді білмейсіздер. Олар қайдан білсін, сол 200 теңге біздің қалтамызға түсіп жатқан. Ей, тоқташ. Сендер 200 теңгені өз қалталарыңа алып қаласыңдар ма? Иә? Ей, айтпайсыңдар ма? Мен 2 жыл болды ғой бастығыма тапсырып жүргеніме. Жарайды, сіздерді мейлі. Біздің өзіміз темір жолда негізі көп нәрсені білмейміз. Мысалға, мына кісі не істеп жүрген біз де білмейміз. Ендеше, Жайдарман арқылы темір жолдың қыр-сырларын бірге білейік. Тыңдап көр әзілді, мұңлы емес көңілді, еске емес бүгінгі. Қарсы алар сіздерді, әрдайым көңілді, темір жол ұжымы. Біз келдік мұнда, түсуге сында, және де сынбай өмірде. Жайдарман менен, жаңаға маусым, жаңарған бәрі осында. Қазақстан темір жолы, Жайдарманда. Әйелі де күйеуі де темір жолда жұмыс істейтін отбасы. Ей, Айнұр, сағат 6 болды, бос жылдам қайта үйге. Нөмір 47 Атырау Астана пойызы 2-ші жолға келіп тоқтайды. Сақ болыңыздар. Ей, қандай сақ болыңыздар, 6 болды деймін. Ей, балашыға оқудан келді болсай. Ту, бейбет саған айтты ғой, әлі 3 пойыз бар, хабарлайды. Темір жол вокзалында. Көке, Астанаға ма? Иә? Сугын бәрді алып кетесің бе? Алып кете алмайын ба? Кішкентай сугын вагонға сияды ғой. Алып кете қойшы, көке. Наглысын. Жолсерік аға, бір сумка Астанаға. Алып кете алмайын, тегіз. Алам болды, бар. Комментатор болуды армандаған жігіт темір жолда станция кезекшісі болып жұмыс істесе. Нөмірі 3801 пойызы 2-ші жолға келіп тоқтайды. Сақ болыңыздар. Құрметті белгі берушілер, қауіпсіздікті сақтау мақсатында екі жағынан екі башмақпен бекітейік. Бүгін бір қарбаласқансымен болайын деп тұрған сияқты. Себебі подходта 6 пойыз келатыр. 6-ның 4-еуі разборка. 4-ден 2 қалады. 2-нің бір өсіменге. Міне, составитель РСДВ белгі беруші. Бүгін біз 4-4-2 схемасымен жұмыс жасаудамыз. Оң қапталдан кетқан Зейнедин дейді. Ой, кешірісті, бұл составитель Жетібаев Жексен екен ғой. Составитель Жетібаев Жексен екі бұл оған оң қанат қасырды. Оң қанатта жүрген составитель жеті Нұрлыбек бірге 8-ші жолмен бірге шықты. Тіркелеме тіркелмеме қараласқан сәттердің бірі. Машинист Механбаев 8-ші жолдан барынша итеріп келе жатыр. Міне, 8-ші жолда тағы да қараласқан сәттердің бірі ол туындайды. Көріс станциясының составительдері барынша қолына башмақты алып алып, составитель Нұрлыбектің артынан еріп келеді. Тіркелді! Сіздермен болған станция кезекші Жембетов Бекжан, түнгі кезекшілікте кездескенше. Сөз соңында жоғарғы оқу орнына түскен әрбір жас буын 1-2 курстан бастап Жайдарман ойнай бастайды. Сахнаға шығады, эфирдан көрініп танымал бола бастайды. Оқуды бітіреді, жұмысқа тұрады, үйленеді, балалы болады. Күндердің бір күнде Жайдарманмен қош айтысады. Ал біз оқуымызды бітіріп, жұмысқа тұрып, үйленіп, балалы болып Жайдарманға бір жолата келдік. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы, Қазақстан Республикасы экономикасының күре тамыры. Көремін сені жарқын өмірімде кезікті. қтж.kz командасы Қазақстан темір жол ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басшылығына алғыстарын айтады. Жаңа маусым жаңа үмітке жетелейді. Тарих маусымын өз тарихтарына сәтті жыл ретінде жазып қалдырған көрермен көзайымы Чехов аялдамасы Павлодар. Жанарман Жайдарманда бар бір өте ерекше әдемі құрам
мұғалім болса. Саламатсыздар ма, жігіттер бар ма арасында? Шығындар барындар сыныптан. Қыздар 3-3-тен маған сабақ айтамыз. Құрметті қыздар, кешігіп қалмаңыздар. Сонымен кешігіп қалған қыздар. Асел, не болды саған? Шақыру келді. Қандай шақыру? Соңғы күйеуге шықпаған құрбым тойға шақырып жатыр. Өй, сен жалғызға қойдың ба деймін? Сен жаным, онда тұрған несі бар айтшы? Несі бар? Айо, ұлырым бүкіл құрбылардың арасында жалғыз күйеуге шықпаған қыздарға арналады. Өмір өкініш. Жасым 25-те, ал мен күйеуге шықпағанмын. Өмірімде 8 рет қыз жолдас болғанмын. Кім айтты қалыңдықтың гүл шоғын табалсаң қалыңдық боласың өзінде. Мен 17 рет табалдым, ешқашан үстелдің бұрышында отырмағанмын. Бүкіл келін туралы кітапты оқып шыққанмын. Тіпті жолдасым әдемі болады дегенге сеніп, сүйектің ендім соңына дейін қошығанмын. Білесіздер ме қыздар, мен Англияда, Францияда білім алғанмын. 2 жоғарғы білімім бар. Жұмысы керемет, көлігі бар, бірақ қайтем оны. Жігітім жоқ қой! Асел, жарайды, жылама. Менің үйленбеген ағам бар, сендерді таныстырамын. Ауын пәтері бар ма? Құрметті достар, сіздермен бірге болған бастауыш сынып оқушыларын мәнерлеп рэп оқуға үйрететін Чехов аялдамасы махаббатпен. Бәрекелді, Чехов аялдамасы командасы Бейсен Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледжінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Жалғастырамыз. Қызылорда күрішімен ғана емес, сарынды сазы құлақтағылар Қорқытпен де есте қалады. Жанкүйерге жақсы таныс. Қорқыт жастары, Қызылорда мемлекеттік университеті. Сәуле, білесің ғой, мен жайдарманшымын. Астанаға маусымашарға баратын. Менімен бірге барасың ба? Жоқ, мен сенімен бірге бармаймын. Сенің әзілдерің өтпейді. Жайдарман, оңбақ бол, жайдарман. Жайдарман, оңбақ бол, жайдарман. Маусымашар береге бүгін бізде, күтті бәрі бұл күнде сізге бізде. Сірелінен елордаға келіп қалдық, әзілдердің түрі бар бізде барлық. Көкшетауға көп пойызға билет алдық, Астанаға жеткенше дайындалдық. Маусымашардың үкімі жақсы баға, келіп едік жол екен Есен аға. Есен аға, оңбақ бол, Есен аға. Кім бар ашсаңдаршы, Қызылордадан кеп тұр, бір қап анекдотым бар, Қайырлыға жастарың! Жаңару маусымы достар, жаңа құрамалар кеп жатыр, бәрі керемет болып жатыр. Жаңару маусымы демекші, менің отбасымда да жаңару болып жатыр. Қандай? Менің жеңшем ұл болсын. Құтты болсын. Енді ана бала деген айнымаға мен. Сен жеңшем деп өзіңе көп алып қойған жоқсың ба? Енді атын кім деп қойдыңдар? Бала Қабанбай батырда ержет, қайсар, батыр болсын деп. Қабанбай деп қойдыңдар ма? Жоқ, енді? Ержет, қайсар, батыр деп қойды. Осы қазақтардікі. Бала қандай айтулы оқиғаның қарсаңында дүниеге келсе, соның атымен атай саламыз. Өткен жыл тарих маусымында туылғандарға қиын шығар. Неге? Енді қазақ хандығына 550 жыл деген есім ыңғайсыз ғой. Мақұл. Баланың атын қазақ хандығына 550 жыл деп қойдыңдар. Ертең ол бала өспей ма? Қызбен қалай танысады? Сәлем қарындас, танысып қойық, есім қазақ хандығына 550 жыл. Ассамблеяға 20 жыл.
ендеше айтулы мейрамдарға есімдерінің түк қатысы жоқ қорқыт жастары. Бастаймыз, достар! Тоғыз баланың әкесі атанған көкеміз үйінде. Қасқана мұздай жерге отпасайшы, салқын тиеді ғой. Болар іс болды ғой енді. Достар, Жайдарман кеңінен таралған ойын. Сонымен кезінде Жайдарман ойнаған әкім. Мынау құрметті әкім мырза, сіз біздің ауданымызға балабақша салып берем деп уәде беріп едіңіз. Енді ол балабақшаны құрылысын 2016 жылы біз бастаймыз! Ештеңеге қанағаттанбайтын жеңгеміз үйінде. Отпаш деймін мұздай жерге, от! Құрметті достар, Қазақстан атты отбасында тұңғыш бала ол Қызылорда, ал кенжесі Астана. Барлығымыз білетіндей, тәттілердің барлығы кенже баласына бұйырады. Сіздерге тұңғыш баланың тәтті әзілдерін алып келіп тұрған қорқыт жастары. Қорқыт жастар командасы Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті басшылығына алғыстарын білдіреді. Жалғастырайық, жас өспейді ме? Былтырғы жылы Астана қалалық лигасының финалистері атанған топ биыл жаңа маусымда Қазақ агротехникалық университеті Энерго Астана. Эпиграф. Телефонның қадірін әнші болғанда білесің. Төреғали, Төрәлі. Қайырлы кеш, Астана! Қымбатты достар, кішкене танысқанды жөн көрдік. Залда 5 бармақты қасықпен жейтіндер бар ма? Қолдарын көтерсінші. Бар екен. Здравствуйте. Серега. Достар, айтпақшы... Алло, қалайсыңдар? Жақсы. Демеушіміз звонып отыр. Сендерге айтар 2 жаңалығым бар. Рахмет. Біреу жақсы, біреу жаман. Жақсысы біз қазір әзілдеу керекпіз. Ал жаманы, мына бала әзілдеу керек. Әзіл, түрі онша емес жігіт Инстаграмда жоқ екен. Әне Бинур, қара, сенің күлкілмес әзілінен кейін бір қыз ұйықта қалып. Не істейміз? Біз барлық көрермендерімізді ойлаймыз. Сондықтан музыканы ақырындатып, дауысты ақырындатып баста береміз. Құрмет достар, Астана қаласының Қылмыстық ауданында болған ерегіс. Әкелдер ма? Әкелген жоқпыз. Қалай әкелген? Айғайлама, қыз ұйықтап жатыр. Оянды. Ояндыңыз ба, мұқият қарап отырыңыздар. Қазақстан арнасында Энерго келді! Құрмет достар, егерде Алиокап гүл сатушысы болса, қалай болады екен? Белі. Саламатса, Роза қаншадан? Роза сатылмайды. Қымбатты достар, қазіргі таңда ғаламтор адам өмірінде ерекше орын алады. Ал егерде тарихи тұлғалар ғаламторда отырса, олар не жазушы еді? Мысалы көрейік. Абылай хан, жоңғардың басын шапқан достарını белгіле. Келесі. Асан Қайғы, бүгін Түркістанға келдім. Мұнда да жер үйік жоқ екен. Келесі. Қамбақшал, ағайын, әйір сығанақ парақшасына жазыламыз. Келесі. Қожа Насыр, шоумен, асаба, үйлену тойы. Үйлену тойы, бесік той, бас шабу, қыз ұзату. Хэштег қазақтың тойы бітпесін, Түркістан, Самарқан, Жоңғар хандығы. Келесі.
Әлихан Бөкейханов. Алаш Прайд інілеріміздің парақшасына жазыламыз. Келесі. Шыңғысхан 500 Раушангүлге қайдан тапсырыс беруге болады? Хэштег 8 наурыз репост Тимучин. Келесі. Сәкен Сейфуллин. Кеңсе тілі қазақша болмай, іс оңбайды. Ойын соңында. Біреу үшін жайдарман ол мектеп. Біреу үшін жайдарман ол ойын. Біреу үшін жайдарман ол арман. Біреу үшін жайдарман ол өмір. Ал біз үшін жайдарман ол мектеп, арман, ойын, өмір. Үйіңдегі сандықта дисктер бар талай. Жайдарман 2005 көресің ұйықтамай. Ондағы адамдарға ұқсағың келетін. Мектептегі саған ол арман ғана еді. Шықтың алғашқы рет, ойға бәрін түйіп. Сәл жеткендей болдың, арманыңа биік. Барлығы да міне, осыдан басталғасың. Қазір сол адамдармен сен бір сахнадасың. Бұл сахнаға өзіңді бәрінде арнайсың. Үміттеніп лигаға жалғайсың. Ұйқысыз дайындық, реквизит қаншама. Келесің ойын үшін жол алыс болса да. Өзгеріс әкелген өмірің үшін де жайдарманды жай ғана ойын деп түсінбе. Ол сенің арманың, тек күлкі емес. Бұл ойынды ойнамау еш мүмкін емес. Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті энерго құрамасы Астана. Елорданың намысын ең жоғары деңгейде қорғауға дайынбыз. Энерго командасы Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Маусымашар фестивалі аясында өткен мектеп топтары кубогының жеңімпазы Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Алғабас ауылы Сары Бүркіт. Ендеше қыздардың арманына айналып, қуырдаққа тойып алған Сары Бүркіт біз бастаймыз. Кешақ достар, сонымен көрейік таксиде болған жағдай. Оған такси кетір. Ағаға такси. Айтері керейін ба? Отыр. Досым не қарай ғой? Айтсайшы. Аға, шадасып кеттік қой жайлау дейсі. Әңгіме жоқ. Құрметті достар, біздің ауылдағы балдардың ең сүйікті күні ол әрине көрісу күні. Қалайсыңдар? Бір жасыңмен. Жігіттер, Сакине айніне баратсыңдар ма? Ол үйге бармаңдар. Неге? Макароннан басқа дым бермейді. Достар, тамашалайық, ауылда жиі кездесетін жағдай. Мына жедел жәрдем келмегеніне 2 сағат болды. Сен бірдік апа, ой кешін. Көкем, осы сендер бармайсыз ба? Аяп келмей, төрге дейін кіріп қойсыңдар. Осы біз сіздерге барсақ, Бақила кесіп қойсыңдар. Бақила! Келіңіз Бақила! Жақсы. Қадыр ағамыздың топырағынан келген Сары Бүркіт. Құрметті Есен аға, сізге арнаған кішкентай сыйлығымыз бар. Қабыл алыңыз. Құрметті Есен аға, сіз ұйымдастырып жүрген жайдарман ойынына арқасында ата-аналарымыз көрмеген елордамызды көрдік. Біз бақыттымыз, себебі балалық шағымыз жайдары өтуде. Және біз сізді жақсы көреміз. Сізге және жайдарман ойынына ұзақ ғұмыр тілейміз. Ізгі тілекпен, Сары Бүркіт.
үміт командасы Қазстрой-Тех компания басшылығына алғыстарын білдіреді. Қымбатты достар, енді 2015 жылғы маусымды кішігірім қорытындылаймыз. Жалпы былтырғы маусым ашар сайыстарында осындай қорытындылаған болғанбыз. Былтырғы жылы Қазақстан КВН одағы аясында 13 республикалық деңгейде лигалар жұмыс жасаған болатын. Соның ішіндегі ең үздігі ұйымдастырушылардың ойынша бұл республикалық Әулиеата орталық лигасы, Тараз қаласы. Бауыржан, кел. Жалғастырайық. Тәжірибелі топ тарих маусымының премьер-лига бойынша вице-чемпиондары Байдың балалары, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент. Сәлем, қал жағдай қалай? Жүрмісің де шашамай? Керемет, қолыңды көтер, менімен бірге биле. Кеттік. Миллиондаған көрермені бар Қазақстан ұлттық арнасының көрермендері. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті сіздердің алдарыңызда. Фестиваль құтты болсын. Қымбат достар, жаңару маусымы. Жайдарманға жақын болыңыздар. Жайдарманда жігіттер білесіздер. Жаңару маусымы. Біздің команданың жігіттері бір жаңарып атқан жоқ. Шеттерінен бір өзгеріп кеткен кәдімгі. Қалай өзгеріп кеткен? Мақтаншақ, шеттерінен мақтаншақ болып кеткен. Мысалы, Наурыз. Жаман мақтаншақ. Қараңыздаршы, мақтаншақ қазір. Қой, мақтанған емес ол жігіттер, ол шындық. Мысалға сендердің түрлеріңе қараған кезде менің түрім әдемі, барлықтарың түрлеріңнен. Сол барлықтарының дегеннің ішінде мен де бармын ба? Енді сол сөздің өзі сенен басталып тұрған жоқ. Бұпты, одан кейін ұланды қараш, ұлан. Жаман мақтаншақ болып кеткен болды. Мақтаншақ қарсы. Наурыз, менің 7-ші телефоныма қоңырау шалшы. Неге? Қай қалтам тұрған біліп алайын. Қумаши, мен қазір Мұзартағы Сәкен ағамен сөйлесемін. Одан кейін Бегұлан да жаман мақтаншақ болып кеткен. Қарсыңдаршы. Мархабат. Армыс есін аға. Шайдан алып отырмыз. Жайдарманды қалай бастау керектігін білмейді да. Жаңару маусым құтты болсын. Жаңа костюм алыпсыз, Қазақстанда жасалған. Жаңару маусым құтты болсын. Сізге үлкен рахмет. Сіз не кешіктіңіз? Президентпен таңғы ас іштім. Қандай екен? Балқытылған ірімшіктің нәзік сүзбесі. Ой болса қымбатты жайдарманшылар, қымбатты көрермендер, қымбатты қонақтар. Біз жалғастырамыз. Мына қандай бүйтіп түсінбей атқан шығарсыздар, мына төбесінен қарасаң гүл болып көрінеді. Қымбатты достар, тағы да қайырлы кеш. Кішкентай кезімізде бірдеңеден қатты қорқып қалсақ, аналарымыз бізді дәл осылай жұбататын. Жаным, кеш. Ақтөс қой көрсін. Ақтөс, ой жаным. Жүрегім. Бол, жаным, тыныш. Қазір мен сен таңдайыңды басам, бәрі жазылып кетті. Міне таңдайың бастым, бол, жазылып кетті, жоқ. Неғып маған айтпайсыңдар? Айтпаған несі, жаным, маған таңдайың басып отырмын. Таңдайың баш. Маған қасы басып отырмын, бол, кетті ғой. Торт жепсіңдер ғой. Достар, 4 қылмыстық топ бір мезгілде бір жерде жолығып қалса. Тауарды көрсетші. Тауарды. Алмастыр. Мың теңгем кетті, яу. Тоқташы. Шатастырып. Не істеп бар? Ақшаң маған 3 теңге беруің керексің. 5 теңге сдача берсең. 5 мыңды ал, ұстаты, 5 мың. Тоқташы. Мен саған 200 берем қазір. 300 бересің. Қалай 300 берем? Тоқтаңдаршы. Сенің ақшаң кәні? Менде 1 теңге аман тұр. Кән. Міне мен алшы. Тоқта, соңғы 2000 теңгемді маған бердің.
бір екі мен ақшам кән бізде бедекші әркім өзінің товарын Қайттан алайықшы. өзінікін аңдаршы Қайттан алайықшы. міне менікі өзімде Тауар өз. Сен тауарың кәні? мен товарым кән қайырге қойдың Қайдан білек біз өзіңе шығар. алдап тұрсыңдар ғой көзін жұмып тұрам бере салыңдаршы Біз қалай береміз? Бізде жоқ қой. жоқ тауарың мен товарым жігіттер тауып беріңдер мамам өлтіреді Бізде жоқ қой, әркімді көзін сегіз кән. полиция шақырамын жігіттер тауып беріңдер Полициясы не сен? міне тауарың тоқташы астын көрейші рая деген жазуы бар рахмет достар рахмет тойда қайтсыз қымбатты достар сіздерді білмеймін біздің оңтүстікте дәл осындай ағаларымыз жиындарда тойларда палау пісіреді палау әкелдеші жаңа палау не қонақ келді ма палау жаңа беріңдерші аға қонақтардың бәрі келді палауымыз піссе біз ішке кіргізсек сала берейін ма сала беріңіз аға бәрі жайғасты егес рұқсат берді ме берді аға саламын чөчма егес салыңыз не қарап жатсыз қонақтар келіпті ме келді егес рұқсат берді ме бері қараңызшы бұл үйдің егесі мен рұқсат бердім салшы енді а сенге қотының рұқсат берді ме сала берішке не алмайсың мен қотынымды ол шайдым деп отыр салсай чөчма егес чөчмаң салып беремін плов өте yaxshi болады да не істеп жатыр мынау не істеп жатсыз араластырыш керек та yaxshilab терімді сүртіп жіберейін қолым май болып тәрілкімен емес сүлгімен сүртсеңші ал елкамді сүртіп жібер тағы қолыңды бүйтіп тұрайын пішіп тұрыпты да тағы не істейін бетіңнен бітпе сүйіш қой қандай бет адам өз қонақтары келіп асығып үсігіп палау тайып пісіре алмай өліп жатса берсе тамағыңды мабақырасам мәнге өзімнің палауым өзім білемін сәне салсайын подарка жемеген жаңа жылда сен өзі түсінасам ба мен түсінмайсам ба түсінасам ба деп әзілдесіп тұрыш керек та сәліздер шығып жатыр салшы салып беремін тәркілеріңе берейін не істеп жатыр болма болды ішке кіргізейік ет жүндір тоқтаңдар егетлер тоқтаңдар пішпеген екен салыңдар рахмет қымбат достар біз үшін тарих маусымы яғни өткен маусым кішкене болсын тарихта қалатындай жетістіктерге жеттік ал енді келер маусым біз уәде береміз жақсы жетістіктерге жететінімізге сіздермен бірге болған нағыз байдың балдары 2016 жыл Байдың балалары командасы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Қымбат достар, маусым ашар жалғасуда. Федерман үздіксіз процесс, кей топтар құралып, уақыты келгенде тарап жатады. Бірнеше топ өкілдерінен құралған, жаңа есім, көз таныс ойыншылардан құралған. Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Элемент Семей. Маусымға келді жаңа құрама сіздермен танысуға болама жақындыра менің атым Қуаныш менің атым Әйгерім Менің атым Ақтөс Айдар, тоқтат ағаны жастар қой деймін, Айдар, қой кеш жарық Астана тоқташы сен маған өзі тоқта қой деп өзің ара не істепсің сен сен маған қарсы шығып тұрсың ба
Не үндемей тұрсың? Үндемейтін не, балықсың ба не? Не, балық болсам не, балықтың тілін ұғасың ба не? Күлкілі. Жалпы достар, біз Алаштың астанасынан келіп отырмыз. Біреу мұнда Алаштың астанасы деді ма? Я мұнда біреу Алаштың астанасы деді, бөгет жасамаңыз. Енді шіне істеп тұрмыз. Кетті! Үй, сен жынсың ба? Рэперлардың жүгіруден жарысы. Мәреге дайындал. Go! Go shorty, it's your birthday. We gon' Өзіне өте сенімді аға әуежайда. Қайда жүрсің, сенің ұшағың ұшып кетті ғой. Қайда? Мына жаққа. Құрметті достар, қазіргі кездегі балалар кез келген нәрсеге рэп жаза береді. Сонымен мектептен екі алып, ата-анасынан кешірім сұрап тұрған екі бала. Йоу, анашым продакшн. Кешір бұзығылыңды анашым. Бұзығылың түзелді. Мына трегімді тыңдашы. Құлақтан жүрекке 1, 2, 3 4, 5, 6 Алико рекорд. Кеттік. Кешір мені анашым, ерте өскеніме, сабағыма бармай, қолақтан тепкеніме, түнгі көше аралап аландатып кеткеніме, 3-4 сабағымнан 2-мен кеткеніме, сабаққа бармай кеттім, бірақ неге екенін білмейм, ендешік судан 5-пін, келесі трек жалғастыратын MC Далгар. Тек қазақтың балалары тәшік стерейді базарларда, тек қазақтың балалары. Жалпы достар, Жайдарман ол сырғанақ сияқты. Төмен түсу оңай, көтерілу қиын. Сіздермен болған элемент семей. Элемент командасы Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің басшылығына өз алғыстарын білдіреді. Қазақстан КВН одағатынан Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Жастар саясаты департаментіне алғысымызды айтамыз. Жайдарманға әркімнің ақ бар таласы, жайдарманшы болу үшін ешкімде еш нәрседе кедергі болмайтынын кейбір топтар айқын дәлелдейді. Солардың бірі Талдықорған қаласы Асар Жайдарман тобы. Жаңаруға бізде қадам бастық. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Сәлем бердік біз алға, жаңа маусым басталды. Халқым менің құшақ жайып қарсы ал бізді, дайын бір жаңа ұға. Жасай бер және жайна, Қазақстаным алға. Мен бүгін жаңа қадам бастым, сүйікті Жайдарманға.
Құрметті достар, біз Талдықорғаннан мықты дайындықпен келдік. Ал ендеше біз бастаймыз деген сөзді алып тастаймыз деп шештік. Астанаға алғаш келгендіктен өзімізді таныстыра кетейік. Мына жігіт Мирас. Мирас ол түрі оқымысты болса да өзі көріп кел. Мирас, сен көріп келдіңді бір тексерейік. Әлемдегі ең көрікті қала қай қала? Астана. Бәрекелді достар, Астана деп жатыр. Мирас, Астана екен қайдан білдің сен? Кеше дайындықта сөйтіп айтамыз деп келістік қой. Мына жігіт Мұхит. Мұхит ол Талдықорғандағы жалғыз архитектор. Астанаға келіп, хан шатырды көріп, шатыр кетіп жүр. Енді Талдықорған өзгереді. Ал өзіме келетін болсақ, аты-жөнім Бақтияр Күрпатаев. ИН 97 09 11. Маусым тақырыбы жаңару. Ал қазіргі қоғамда жаңарудың бір талабы ұялы телефондар. Сол сияқты мына залдың өзі ұялы телефон секілді. Мына есік зарядка салатын жер. Мына есік наушник салатын жер. Есенаға блокировка. Тоқта Бақтияр, орысша айтқаның қалай? Жайдарман қазақша емес па? Ендеше былай. Мына есік тоқ көзін салатын жер. Мына есік құлаққап салатын жер. Есенаға бұғаттау. Ал біз ғаламтор желісіміз. H+, 3G стап тұр. Ал мына залда қыздар болса Wi-Fi секілді. Жанындағы жүктер пароль. Сол парольді бұзалсаң, Wi-Fi сенікі. Жігіті жоқ қыздар сонда ашық Wi-Fi ма? Ойынымыздың соңына келетін болсақ, біз Астанаға келерде көп нәрсені көрдік. Сол көргенімізді әнмен жеткізсек. Тауын көрдім, қырын көрдім, асқақтап жазылған жыр көрдім. Ешкімді де кем көрмеген, өзіңдей көрген елді көрдім. Арманыма қол жалғаған, бізді осы еш талмаған, қыран осылай биікке самғаған, Жайдарман деген жерді көрдім. Әр адам басында денсаулық деген алтын тәж бар. Оны барлығы бірдей көре бермейді. Рахмет, Астана! Қазақстан менің отаным, жетісу жер жаннатым. Талдықорған туған жер менің, мен үшін көрген дарасым. Менде ерекше сезіммен қуаныштарға бойлаған, жаса жайна Талдықорған. Асар тобы Талдықорған қаласы әкімдігіне алғыстарын білдіреді. Қымбатты достар, республикалық Жайдарманның жоғары лигасына жолдама алған командаларды таныстыруды одан әрмен жалғастырамыз. Сонымен екінші сегіздік. Биылғы маусымға қайта оралған байланыс жігіттері Алматы. Шучу Жамбыл облысы. Былтырғы премьер-лига ойындарының чемпионы Фемида Ақтөбе. Премьер-лига ойындарының күміс жүлдегері Қатынас жолдары университетінің құрамасы Алматы. Тағы күміс жүлдегері Байдың балалары Шымкент. Қола жүлдегер Тұран Астана. Финалистер Боранқұл Маңғыстау. Және достар Семей. Жаңару маусымында таныс жігіттер, жоғарғы лига өкілдері Тұңғыш Астана, Қызыл Орда. Айо, қатерде болған оқиға. Енді қайталанбасын. Алуш кірісті, тамағы сеуге, болғыр байғұстың, көзі көрмей ме, енді үй өртенді жаман. Бізде ғана
Кешті кетпейді, қайырлы кеш Астана! Құрметті достар, жаңа маусым. Әлеке, бағана үй өртеніп атты ғой? Иә. Там от болып бәріміз өшіріп жүрдік қой? Иә. Сөге сен қақта болдың? Мен ғой өртеніп атқан. Құрметті достар, жаңа үй өртеніп атты ғой, неге осы диванды алып шыққансыңдар тек? Мен әкемнің көзі ғой. Иә. Анау кіреберістегі мынандай қара шкаф ше? Ол әкем аузы. Құрметті достар, жаңару маусымы тұңғыш Астана кетті! Құрметті достар, тамашалаңыздар. Мүлдем иіс сезбейтін қыз үйінде. Мә, не тамақ істегенсіңдер? Дауысы қышырлап күшті болды кәдімгі. Жалғастырамыз, өз-өзіне қатты сенімді жігіт көшеде. Қарындас, атыңыз кім? Сабақты өте нашар оқыған бір бала клубта диджей болып жұмыс істеп жатыр. Айо. Итак, друзья, следующий музыкальный подарок посвящается Нуржаману. Қарапайым мектепте. Отыр! Тұр! Сабақ айт! Шүменіп, не бердіге? Үйге Абай Құнанбаевтың жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім, ер жеткен соң түспеді уысыма қолымды мезгіліне кештермедім деген өлеңім бет жаттауға. Жаттадың ба енді? Жо. Сен не істеп аттың, Серікбай? Ештеңе? Сабақ айт! Дайын емеспін мен. Қалай дайын емессің сен? Кеше бокстан жаттығуға барғанмын соң, дайындалып. Боксқа? Берен әкел қолыңдағына. Бокстаған сабақ бола ма? Бокстаған сабақ бола ма? Надан үлгіл сен, надан үлгіл. Ертең әкім болатын осы. Депутат болатын осы. Бокстаған сабақ бола ма? Түбіңе жетеді саған бокс, білесің ба? 15 жылдан кейін. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бокстан Олимпиада чемпионы Серікбай Сержанның ұлықтау рәсіміне қош келдіңіздер. Алғашқы сөз кезегі сынып жетекшісі Райхан апайға беріледі. Рахмет енді. Мені елеп шақырып атқандарыңызға көп рахмет. Мен енді Сержан кезінде сабақ оқиын апай дейді. Мен айтам боксыңа бар деп қоямын. Апай, мен сабағына қатыстырайын деп қояды. Мен үздік оқушы бол. Жоқ, сен боксер боласың, әлем чемпионы боласың деп қоямын. Мен сөйтінеке енді әлем чемпионы атанып жатыр. Бір балам неке депутат, бір балам әкім. Тек мына қақпасқада әлі де жұмыссыз. Қызылордадан келгеннен кейін... Қызылордадан келгеннен кейін деп ауыз толтырып айтпай қойыңдаршы. Бәрің Астанада тұрасыңдар ғой. Сен Астанада жұмыс істейсің, оқисың. Сен сценарийсің да бірдеңе өзі. Мен ғой Қызылордадан келетін. Бір өзім келем ғой осы екен. Шынайды. Мен жұрттың командалары танымаламдың. Жұрттың командалары кәдімгідей вокзалда тұрады. Селфи жасайды бүткіл командамен. Қарсы ал Астана, біз келе жатырмыз деп. Мен не істеген білесің ба? Не істедің? Мен вокзалда тұрып, бір өзім дұсайнан. Қасында қаншама сүңкілер. Не сүңкіл? Сенің еттеріңмен күріштен тастығы жоқ ма менің? Құрметті достар, сіздермен бірге болған Астанаға қоныс аударса да жүрегі Қызылорда деп соғатын тұңғыш Астана. Біз маусымдамыз ағайын. Тұңғыш Астана командасы Қызылорда облыстық ішкі саясат басқармасы жастар ресурстық орталығы басшылығына алғыстарын білдіреді. Адамның жасы өскенімен көңілі жасара береді. Мәңгілік жайдарманшы номинациясы бойынша сынға түсуге лайық топ Абай даңғылы 8 Алматы. Бермей қойды сосын. Тойдан кейін деп қоймайды тек. Берсейші десем, тойдан кейін берем деп. Саған ол тойдың алдында берем деп еді ғой? Иә, тойдың алдында берем деген. Жоқ, болмайды, той өтсін деп қоймай қойды анау. Жоқ, енді қанша қарыз еді саған ол? 300 мыңдай қарыз болған. Енді тойын жасабасында сосын береді ғой. Неменеге сенде ол? Қайдан білейін енді?
Армысыздар? Мына жайдарманда жаңару маусымы. Жаңадан командалар келіп, мына біздер ескіріп жатқанымызды байқап жатырмыз. Мына ақыл тоқтатып, ескіріп, жайдарманды қойып жатқан жайымыз бар. Не істеп жатсың, қағазбен? Тұра тұршы, аяқты қажап кетті, мына шыққан сауыр. Мен байқасаңыздар, біз Абай даңғылы 8-ден екеуміз-ақ қалдық, қалған бәрін жан-жаққа жібердік. Енді маусым ашарға бір топырлап 5-6 адам шығайық деп өзімізше Ердос екеуміз кастинг жасағанбыз. Кастинг болды бір, шамамен бір 65-тен кете бір 33, бір 20-дан асар аспас бір 5-6 адам келді енді кастинг. Ешкім ұнамады. Өзіміз зор қойдық. Мен маған ұнамайын, бұл маған ұнамайды айтыр. Байқасаңыздар, біздің командада баяғыдай андай бір қимыл, бір драйв жоқ. Біздің командаға бүкіл қимыл драйвты мына кісі беретін еді, бұл да қазір қозғалуды қойды. Соңғы елдер бел ауырып жүр. Не болып қалды? Алдында балалармен баскетбол ойнап, бүйтіп допты алып бір анау жақтан алыста тұрған кольцоға лақтырмай-ақ соң секіргеп бүйтіп төбесінен бірге кольцомен бірге кірейін деген ғой. Өзің? Өзім. Ойбай. Доппен бірге кірдім, доп жағы. Мына бел жақ кірмей қалды да сосын. Белім қойда? Мына бел жақ кірмей қалды да. Содан кейін драйвтың бәрі кольцода қалды. Жарайды. Енді достар, осы аққайдың Абай даңғылы 8 беп ойнадық. Бірер әзілдеріміз бар, біреулер түсінбеді. Түсінгісі келмеді ма білмеймін ғой енді. Не істеп жатсың? Мына жіптер шығып кеткен ба бір-бір? Сен бұл сахнаға дейін істесең бұл. Мына енді біздің әзіліміз түсінбегендер бар. Соның бір шығу тарихына тоқталып кетейік, енді ақыры кетіп бара жатырмыз. Сонымен қарсы алыңыздар, мына ауылда апамыз жүн әскей тоқып отқан кезде мысық міндетті түрде келіп кедергі жасайды. Көрейік. Пішей, атаң қанатына тоқуды үйреніп апты қой. Бұл әзілдің тарихы маған апам берген бұл әзілді. Атамыз кеткелі апамның жалғыз ермегі сол мысық болды. Ана мысық екеуі енді қатты бір-бірімен қалжыңдасып, бір-бірін түсініп, енді бір аралар 13 жас. Бір күні апам бөлмесіне кіріп келетса, ана мысық жерде жаңағы жіпке шатасып, ана бычт оралып қалып. Сосын апам қалжыңдаған ғой жаңа бар. Атаң келеді, өзіңе жемпір тоқып атсың ба деп. Содан шыққан әзіл. Ай, бәрі келді. Ал енді, анау, келесі әзіліміз мынандай болған. Қоғамдық көлікте, яғни автобуста болған жағдай. Кешіріңіз, шығасыз ба? Ау? Шығасыз ба деймін да? Кел. Енді бұл әзіл өте оңай шықты. Қызым екеуміз көшеде серуендеп келатсақ, бір жолдың арғы бетінде бір екі мысық ерегесіп тұр бір-бірімен. Жағы мыналар не істейді екен деп тұрып, біреу баланың даусын салып, біреу фыс-фыс деп, не істейді екен деп қарап тұрып едік. Аяқ астынан алдымызға келіп автобус тоқтай қалды. Қып бәлемай. Той, ана көре алмай астынан бетіп болғанша ана автобусты өтіп кетті. Қарасам екеуі пытырласып отыр. Мынау енді бүгін біз сәл көрермендермен қоштасып, өзіміздің ойымызды айтып кетейін деген сондай бір сәт туып тұр жалпы. Осы аққайдың бізді қолдап келген көрермендерге мың алғыс, үлкен рахмет. Мына бізді қолдамаған да көрермендерге рахмет. Мынау енді біз көрсетіп жатқанда ұлттық арнаны ауыстырып жібермей келесі команданың күтіп отырғандарыңыз үшін. Иә. Жалпы жайдарманда мықты командалар өте көп. Мысалға бір команданы домбыра деп алсақ, біреуі пианино, біреуі қобыз, ал біреуі саксофон. Осындай аспаптардан бір арнада әдемі әуен орындалу үшін дирижер қажет. Есін аға, сіз мықты дирижерсіз. Ал енді құрметті аспаптар, осы сахнада орындалар туындыларыңыз таусылмасын.
іске сәт сіздерге. Ұстазы жақсының мектебі жақсы. Жайдарманның мектебі бізге көп нәрсе үйретті. Құрметті көрермендер, құрметті әріптестер, Есін аға, алғаш рет Жайдарманның ойнаған есімде біз командалар болып алғаш рет ойнаған кезде сіз бізге қарап командаға «Ей бала» дегенде қуанатынбыз, маған айтты деп мақтанатынбыз. Ал қазір әріптес болғалы бері кетіп бара жатсам, Ердос десе, ойбай, мен тағы не бүлдіріп қойдым деп қорқамыз. Құрмет көрермендер, Жайдарманның берер жемісі әлі алда. Сағынамыз, рахмет. Қиын болса да соңғы рет сіздермен болған Абай даңғылы 8 ойынның соңы. Қиялдап отырем, қияға кеттің алыс. Біргеді кеше біздер, ал бүгін отырмын жалғыз. Болсын деп бәрі жақсы, жанымды жалын басты. Өмірдің сәні кетіп, қалай ғана мәні қашты. Соңғы кездері қоңырау шалсам да алмайтынын, жолдаған хатыма да жауабыңды жазбайтынын, үміттің болмайтынын, бақыттың балдай гүлін, өзіңнің құшағында білуші едім солмайтынын, сағынып сені көзге жапырып жүріп. Ей, бала. Жылады ішінен. Абай даңғылы 8 командасы Алматы аграрлық колледжіне алғыстарын білдіреді. Бұрынғы жайдарманшы болмайды. Сіздерге деген сағынышымен Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық колледжі Назар аудар, Орал. Сағынамыз болса бір күнді, достарым сені құшақ күлгінді, сағынамыз. Құрметті біздің сынып жетекші. Біз сізді қатты ренжіткен болсақ, кешірім сұраймыз. Я болмаса, біз үшін қатты ұялған сәтіңіз болса, оның барлығы сізге деген еркелігіміз деп біліңіз. Сізден бір ғана өтініш. Сағынған кезде осы алтын ұямызға келіп тұруға рұқсат етіңіз. Жарысып желмен, жүйрік тұлпармен, асығымен түріп келеміз. Шақырымдарды бағындырумен, өзіңді қалайда жетеміз. Бұл Жайдарман шыңның ордасы. Бұл Жайдарман шыңның ордасы. Аязды кеш Астана! Я барам деймін, барам деймін. Ал шешен үйдің қасындағы магазиннан нанды. Астанадан мен алып келуім керек па біз әйтілі? Кім? Ыдыс-аяқ сылдырылып отыр үйде. Не қақуат? Ұялы телефонды жүректің тұсына қойма. Қойш, неге? Жүректің соғысын нашарлатады. Қойш. Сондай ма? Солай. Білген жоқ ма? Не мынау? Қап-қара болып киініп алып, қай-қайдағы нәрсені еске түсіріп. Өздері айтқан жоқсыңдар ма, бүгін күлтегенмен қоштасамыз деп. Күлтегін Жайдарманмен қоштасады. Не айтып тұрсың? Сондай ма? Еді? Сендер қызсыңдар, адамға түсіндіріп айтпайсыңдар ма? Ана молда деген тәртіп сағат 11-де келді ғой анау. Анау әлі әбетін ішкен жоқ, тақиясын басына киіп отыр ғой анау. Сендер қызық екенсіңдер ғой, адамға түсіндіріп айтпай. Өздері киініп алған. Алло. О, мына бірлік бітіп қалайым, жас 702. Не сет? Дейін салат емес пе не? Жоқ ем.
Есін аға неге мына жерден бірлік салатын аша алмайсыз? 200 командаңыз бар, есептеңіз 200 дейсіз саған нормальный пайда ғой. Жалпы негізі Есен аға деймін да, мен сізге бір сұрақ қойайын, мен мына жерден шыққан сайын постоянно жалғыз өзіңіз тұрасыз. Былай сізді ауыстыратын ешкім жоқ қой, былай ауысып мен істеп дегендей. Қанша жыл болды да бұл кішкене ауыспайсыз ба? Ертең мына бүйтіп тұра беретін болсаңыз, ертең почкаңызды отырғызасыз 50-ге келгенде. Ешқайда пайда қылып жатасыз ертең. Болмаса бір шәкірт тәрбиелеңіз қасыңызға. ертең айтор ана шәкіртіңіз ауырып қалса өзіңіз жүргізе бересіз. Болмаса мені ала салыңыз. Екеуміз кезектесіп жүргізейік. Бірақ мен сіздің наныңызды жемеймін ғой. Сіз қара нан жейсіз ғой да? Жалпы жақсы, Есен аға. Маусым ашар құтты болсын. Осы не темі? Мына анама сендерге амандасып, мына Ғарифолық амандасам да осы. Менен бірден жасырып жүрсіңдер. Сіздер вообще Марс, магазиннен қиярап кеш. Не айтарымыз ұтып қалдық қой? Есен аға, сізді қанша жылдан бері білем, денсаулығыңыз мықты екен. Бірақ мынаны қоймасаңыз, точно почкаңыз отырады, Есен аға. Не айтатын едім? Кім өздерің білесіңдер ғой сендер, иә? Саматжан, көкем, айналайын. Бәрін жаттап алдың ғой, иә? Мен қызық қалды деп ойлама. Бәрін сөздерің жақсы білесіңдер ғой, иә? Жан, ботам. Чё там, брат? Ал, жас, олай болса өздеріңе ала беріңдер. Жүрге темешек қойды. Ана алып шық. Аязды кеште түрлі түсті әзілдер. Назар аударамыз. Тойдың соңы, той иесі әкеміз бен анамыз тілек айтып жатыр. Ал енді, айналайын, кім құрсын қой. Болды, қойшаш болды қойын, қойш болды. Ал енді айналайын ақ көкелерім, барлығың рахмет, осындай менің тойымды көтермелеп келіп атқандарыңа, мына Күлән, саған рахмет, таңертеңнен кешке дейін 7 сағатты өзінің үйінен жасап келіп жатыр. Молодец әйтеуір, рахмет саған көп-көп. Молодец. Қойшай болды, сөйлемеші осы. Мына камерадағы балдарыма да рахмет, 6 сағат бойы бір теске қарап тұру оңай емес. Мына енді айналайын ақ көкелерім. Ал енді жастар айналайын, келінжан, қызым деймін ғой енді. Саған не айтам енді? Ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды дейді, құттайды дейді, үйіңе кетіп қалыңды қой ал. Бәрімізде біреудің үйіне 30 жыл болды, келін болып түстік, ешкіміз кеткен жоқ, тұрып жатырық. Ұрса да, тепсе де әйтеуір тұрып жатырық, жүр. Осы айналасында, осы ошақтың басында шаңырақты ұстап жүрміз ал. Өтірік кеше үйіне алып келдім. Қойшай. Өтірік алдап тұр ғой, алдап. Қойшайын болды соң. Қазір айту керек па? Мен ақымақпын алдайды бұл. Сөйлемеш болды. Өтірік айтпа. Ал енді балам, айналайын. Маған қарсы келме. Маған қарсы келмесең жаман болмайсыңдар. Ал түннің ортасында келіп холодильниктен тамақ ашыңды қой. Бүгіннен бастап мына әйелің бар, зарплатыңды ал, үйге қайт, тіке бар, анаң үйінде қонып жатырмын, мынаң үйінде қонып жатырмын дегенді естімейтін болайын осыдан бар ғой. Үйіңге келіп, жүр, дұрыстап жүр бала. 16 жасында үйлен деген мен емес саған ал. Сен маған айтып отқан әңгімені балаға айтып отқаның ба? Адреспен қатесіп көшкен жоқсың ғой. Келінжан, айналайын. Қойш болды енді. Келінжан айналайын, сен деген енді мойынсың ғой. Семья сенің қолында. Былай ұста, ана баланың аяғын екі етікке тық, түсіндің ба? Тық, былай ұста. Қораға кірдік бүгіннен бастап. Нар үйгі болады, бала. Назар аударамыз. Егер ауылда бір жігіт гитар тарту білетін болса, кез келген отырыстың гүлі сол жігіт болады. Говорила, фонарила, ты сама. Брат, осыдан кейін дейтін Корея глазады айтасың ғой да? Назар аударамыз. Бір жігіт аяқ астынан қыз алып қашып келіпті. Енді үй іші құдаларды күтуге дайындалып жатыр. Мұнаң бәрі шашылып жатыр, жинаңдар. Жинаңдар барлығына. Ертең құдалар келіп ят болады. Анаң бәрін неге аяққа салып жатсыңдар? Арт жаққа апармайсыңдар ма барлығын? Енді ана жерде тұра берсін, үстіне палатканы жауып тастаймыз, көрінбейді ғой.
Көрінбейді, палатка жабамыз дейді, ертең құдалар келатырмын деп жатқан жоқ па? Арт жаққа бар, құдалар келатыр. Құдаларына сатпастан сен тексеріп жатыр ма? Құдалар емес пе? Келіп не палатканың ішін ашып қарайды дейсің. Тап жинақтай қалып, жинақ қойыңдар ал. Айтып келгенде ұят болып қалмасын ал. Құдалар ол дейтін. Жина. Ашма. Аш. Болмай шығарғыз, Шығар! Жалпы достар, Жайдарманда биыл 12-ші маусым. 12-ші маусым дегеніміз Жайдарман жылына бір чемпионнан аяқтап отыр. Біздер 9-ші жылдың Мехлебандар қалайсыңдар? Айтжан. Флёкс қалайсың? Ау? What about now? Айтжан. Қалай, күрес қалай, барып жүрсің бе, күрес? Жо. Мен күресті қойдым ғой, мен қазір басқа спортқа барып жүрмін ғой. Қойш, қандай спорт? Биатлон ғой, биатлон. Ана биатлон дейтін ана телевизорда олимпиада болады, ата шаңғымен қашатын емес пе, Дәл сондай тірлік қой. Атам, қашам, бірыңғай побегте жерім ғой. Айтжан, олай болса сен ол тірлікті қой, ойлан. Түсіншеш, болмайды ғой. Жігіттер, мен бәрін түсіндім. Ойлап қараңдаршы. Әлемде қаншама миллиардтаған адам бар. Алтау? Бірақ та, дәл қазіргі сәтте, қаншама миллионы ұйықтап жатыр. Қаншама миллионы оянып жатыр. Қаншама миллионы күліп жатыр. Бірақ та, дәл қазіргі сәтте әлем бойынша осы нәрсені ешкім істеп тұрған жоқ. Жалпы достар, осы кешпен арнайы құттықтауға Орынбор қаласынан жездеміз келді. Дядя Мат, қалайсыз? Ассаляму-алейкум. Қалайсыз? Қалайсыз? Алейкум ассалам, қайда, қазақ бесін ба? Алейкум салам, Дұрыстап амандас, қазақша. Ассаляму-алейкум, алейкум-салям, да? Жақсы. Ассаламу-алейкум. Привет. Вот мен айтамын да, сендер көрем да сразу мақал түседі, қазақта бар ғой. Когда төртеу түгел болса, говорит, да? Төбедегі төменге кіріп түседі, да? Төменге түседі, а когда алтау ала болады ғой, ауылда кетеді, да? Насчет протез айтты, да? Да. Базар нет. Вот давайте, бұрын қазақтар қандай болған? Здоровый, да? Атқа шапқан, тігідік, да? Төрт қатын, үш қатын, да? 15-20 бала, да? Вот потенция қандай болған? Да? Грамотно, а? Вот сендер тоже, кажастар қалай? Шет шегет. Отырақ кемейді. Потом бір бала, екі бала. И то ауырады, потом интернетте ақша бер. Бала ауырып жатыр, говорит, ал. Жақсы ма? Давайте, сендер, былай сендер, фестиваль ғой. Давайте билендер, өлең айтыңдар, чтобы шпендер, самое главное, чтобы бар ғой. Қазақстандыр ғой, давай, фестиваль, давай, грамотно, чтобы болсын билендер. Оп! Құтлар, құтты болсын, Астана! Сахна арты бөлек, шаш қоюдың әлегі. Бет боя туфлисі, енді міне әдемі. Дегендей, әкім сеткен костюм, жарса түскен селфи. Сахна артында әлем, осылайша көңіл күй. Сұлу Астана, сағындырған сұлу Астана түрлі. Сонда да ыстық сұлу Астана. Я, біздің мейрам бәрі де осында. Сұлу Астана, сағындырған сұлу Астана түрлі. Сонда да ыстық сұлу Астана. Я, біздің мейрам бәрі де осында. Назаралар командасы Батыс Қазақстан инженерлік технологиялық колледжінің басшылығына алғыстарын білдіреді. Қымбатты достар, біздің екінші бағдарламамыз өзінің аяғына жақындап келеді. Барлық команданы ортаға шақырамын. Командалар сахнаға.
жаңару маусымы түсінікті, бірақ жігіттер бір баяғы өткен шақты, балалық шақтарды еске алып, Исаға, айып етпеңіз. Бана қуып кетіп, артықша айтып қойған жоқпыз. Кішкене дем алып адам болып қалдыған жаққа бар. Жақсы ғой бәрі. Ойын жақсы болып жатыр ма? Шүйлі өліп бара жатыр ма? Тұрыңыз. Жақсы кетті. Поехали, ребята! Маусым ашар Астана! Құтты болсын! Қазақтың байда жері, тонны өте көлі, бірлігі жарасқан, тәуелсіз Қазақстан. Қазақтың байда жері, тонны өте көлі, бірлігі жарасқан, тәуелсіз Қазақстан. Отанымның кен төрінде, әр аймақтан көп келуде, сенде бүгін қосыл елімде, жақсылап жайға тесіл жеріне, күн жымыңдап шығыстан таратады, қала қызып түн батады, шырқалып үнді гитара, биле бұған түнгі фонтанда. Атырау, мұнай ордасы, Ақтау, Каспий жағасы, Семей, Абай даласы, Көкшетау, табиғат аясы, Шымкент, салқын сырасы, Алматы, Амур даласы, Орал, Жайық саясы, Астана, елордасы. Рахмет баршаңызға. Маусым ашардың келесі бағдарламасында жолыққанша аман сау болыңыздар. Жайдарман!